Таңғы сағаттан бастап мектеп ауласы ерекше мерекелік көңіл күйге толы болды. Ата-аналар мен ұстаздар оқушыларды жылы лебізбен қарсы алды. Балалар үшін бұл үлкен өмір жолындағы алғашқы маңызды белес. 9 жыл бойы білім алған мектеппен қоштасу әр бала үшін жүректе бірентерлік сәт. Ресми бөлім мемлекеттік әнұранмен ашылып, жалынды құттықтау сөздерге ұласты. Мектеп директоры мен қонақтар түлектерге сенім мен сәттілік тіледі. Биыл 9 сыныпты 137 оқушы аяқтап, аттестат иеленді. Олардың арасында үздік оқушылар мен түрлі байқаулар жеңімпаздары да бар. Қызыл және жалпы үлгідегі аттестат иелеріне ерекше құрмет көрсетілді. Әрбір құжат 9 жылдық еңбектің нәтижесі. Бұл сәтті ата-аналар да үлкен мақтанышпен тамашалады. Бүгінгі шарамыз біздің 9 сыныптардың аттестат алу күні. Бізде бүгінгі таңда 6 сынып бітіріп жатыр. Оның ішіндегі 3-і үздік аттестатқа бітірсе, 6-ы мақтау парағымен бітіріп жатыр. Енді бұл балалардың ішінде бізде жеңімпаздарымыз да көп. Сондай-ақ спорт жағынан да, жобалар жағынан болсын, олимпиада жағынан болсын, бүгін соларды көресіздер, соларды марапаттау рәсімі. Түлектер ұстаздарына жүрек жарды алғыстарын айтып, өз лебіздерін білдірді. Солардың бірі 9-ғы сынып оқушысы Балнұр Аманжол. Ол қызыл аттестат иегері атанып, мектеп өміріндегі үлгілі жетістігімен көзге түсті. Балнұр болашақта 10-11 сыныпты үздік аяқтап, қалаған жоғары оқу орнына түсуді армандайды. Ол таңдаған мамандықтың нағыз майталманы болуға ниетті. Осындай дарынды оқушылар ұстаздарының еңбегін ақтап, еліміздің болашағына айналары сөзсіз. Мен қызыл аттестат иегерімін. Бүгінгі күн мен үшін өте ерекше күн, себебі бұл менің 1-ші сыныптан бергі бүкіл еңбегімнің жемісі. Бұл менің болашағымның кепілі. Менің болашаққа деген мақсаттарымның қойылуы осы мектептен, осы білім алуымнан басталады. Сондықтан да бұл күн мен үшін жай ғана аттестат алу күні емес, бұл бүкіл еңбегімнің жемісі және болашағымның кепілі. Мен достарыма болашақта беттерінен күлкі кетпеуін, олардың бастарында әрдайым бақыт болуын, тек қана армандарына жетуін, бар алдына қойған мақсаттарының орындалуын тілеймін. Іс-шара соңында оқушылар көңіл көтеріп, би билеп, бір-бірімен естелік суретке түсті. Көбі келесі оқу жылында колледжде білімін жалғастырмақ, ал кейбірі мектеп қабырғасында қалып, жоғары сыныптарға өтуді таңдады. Қалай болғанда да бұл күн олардың өміріндегі жаңа белеске бастау. Түлектерге сәт сапар тілейміз. Бриллиант Алиева, Дмитрий Оборок, Николай Шевелев, 5-ші арна.